Заң бәріне бірдей. Тоқаев Бишімбаев ісін ерекше бақылауға алуды тапсырды. Президент құқық қорғау органдарының басшыларымен кеңес өткізді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі істер министрі Ержан Садинов пен бас прокурор Берік Асылов пен жоғарғы сот отырысы төрағасы Асланбек Мерғалиев пен сондай-ақ басқа да салалық ведомстволардың басшыларымен кездесіп консультациялар өткізді деп хабарлады Ақорда сайты. Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі істер министрлігіне елорда мейрамханаларының бірінде болған кісі өліміне қатысты резонанс тудырған оқиғаны ерекше бақылауға алуды тапсырды. Мемлекет басшысы заңның сақталуына, азаматтардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыруға қатысты мәселелерге баса мән берді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікірінше, заң мен тәртіп қағидаты Қазақстан қоғамының идеологиялық және саяси темір қазығына айналуға тиіс. Қазіргі қалыптасқан жағдай кеужедегі мәдениетсіздіктен бастап төбелес, ұрлық, кісі өлтіруге дейінгі құқық бұзушылықтың барлық түріне ымырасыз қарсы тұруды талап етеді. Президент осындай келеңсіздіктер мен тұтас қоғам болып күресу керек деп санайды. Елімізде тұрмыстық зорлық-зомбылық, вандализм, дөрекілік және бұзақылық сияқты заң мен тәртіп бұзушылықтың кез келген түріне мүлде төзбейтін әрі оны қатаң айыптайтын жағдай қалыптастыру қажет. Әйелдер мен балаларға зорлық-зомбылық көрсету фактілерінің батыл түрде жолын кесу керек.